Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен ерекше әдіспен картошкілерді маринадтап духовкада пісіріп алатын боламыз. Бірінші рет жасадым, бір жасағаннан-ақ керемет, идеальный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, қасына кез келген гарнирмен ұсына берсеңіздер болады. Бізде барлығына ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен картошкілеріңізді жақсылап жуып, тазалап, үстінен су құйып, газге отқа шамамен 15-20 минуттай қойып аласыздар. Арасын қатты пісірмейсіздер, қазір духовкаға қоятын болғандықтан. Одан кейін осылай ортасынан бөліп аламыз. Қазір арасына түрлі дәмдеуіштер қосқаннан кейін осы картошкамызды бөліп алсақ, арасына жақсы сіңетін болады, әрі пешке салған кезде тез пісетін болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Мен бірінші рет жасадым, бірақ бір жасағаннан-ақ керемет болып шықты. Дәл осы құрамнан менде шамамен 4-5 адамға жетті. Қасына шашлик қостым, өте керемет болып шығады. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мына жерде укроп пен петрушканы қостым, және сарымсақ, татымына қарай паприка, тұз қостым, және де сұйық май қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне тегізіп, дәмін сіңдіріп, осылай араластырып, шамамен бір 15-20 минуттай демалдырып қоясыздар. Одан кейін табамызды жақсылап майлап, барлық картошкілерімізді кезек-кезек осылай орналастырып шықсаңыздар болады. Одан кейін пешімізді алдын ала 180 градусқа қойып қыздырып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын мен осылай орналастырып шықтым. Енді қызып тұрған пешімізге шамамен бір жарты сағаттай қойып аламыз. Картошкілеріміз дайын болды. Енді барлығының бетіне мен осылай эмер деген сырды қолдандым. Енді қалауларыңыз бойынша қандай сыр қолдансаңыздар да, енді ол өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай. Мен енді эмер сыры кез келген дүкеннен табылатын болғандықтан осы эмер сырын қолдандым. Пешімізге шамамен қайтадан бір 5-10 минуттай қойып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің картошкілеріміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ идеальный болып шықты. Қасына кез келген гарнирмен ұсына бересіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, қолдап, пікір жазып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеоларым шығатын болса, бірден сіздерге көрінетін болады.